Мы продолжаем изучать раздел «Традиции и фольклор», урок номер 38. Тема урока – казахская народная сказка «Почему у ласточки хвост рожками». Упражнение номер 1. Бірінші тапсырма. Прочитай и объясни, какие слова помогли найти отгадку. Пищит над ухом всю ночь, а укусить тебя не прочь. Ответ – комар. Упражнение номер 2. Екінші тапсырма. Рассмотрите кадры и послушайте сказку. Суреттерге қараймыз және ертегіні тыңдаймыз. Почему у ласточки хвост рожками? Яғни қарлығаштың құйрығы неге айыр? Ласточка построила гнездо рядом с людьми и растила птенцов. Қарлығаш өз ұясын адамдардың үйінің қасына салды және өзінің балапандарын өсіріп жатты. Старый дракон Айдахар потерял свою силу. Күші кеткен Айдахар өзінің күшін жоғалтып бастады. Он послал комара за кровью. Осы уақытта масаны қан алып келуге жұмсады. Хитрый комар взял кровь у младенца. Алмаса барып кішкентай баланың қанын алды. Бұны көрген қарлығаш масаға бас салады. Ласточка бросилась за комаром. Ласточка разбила сосуд с кровью. Осы уақытта қарлығаш қан құйылған ыдысты сындырып жібереді. Дракон рассердился и порвал ласточке хвостик. Он стал рожками. Сол уақытта жыны келген Айдахар қарлығаштың құйрығынан ұстап қалады. Осылай қарлығаштың құйрығы айыр болады. Так ласточка сберегла младенцу жизнь. Осылай қарлығаш баланың өмірін сақтап қалады. Сберегла жизнь, өмірін сақтап қалды. Так, теперь назовите героев сказки. Что хотел дракон? Кого он послал? Герой сказки – ласточка, дракон, комар. Яғни ертегідегі кейіпкерлер қарлығаш, Айдахар және маса. Дракон хотел кровь младенца. Айдахар ол жаңа кішкентай нәрестенің қанын алғысы келді. Он послал за кровью комара. Яғни қанды алып келуге ол масаны жұмсады. Хитрый комар взял кровь у младенца. Ал жаңағы өте қу болған маса кішкентай баланың қанын шағып алды. Как ласточка спасла жизнь младенца? Яғни қарлығаш қалай баланың өмірін құтқарып қалды. Ласточка бросилась за комаром и разбила сосуд с кровью. Осы кезде қарлығаш барып, масаны арқасынан қуа жөнелді. Сол кезде маса қолындағы қан құйылған ыдысын сындырып алды. Почему рассердился дракон? Что он сделал ласточке? Яғни Айдахардың не үшін жыны келді және ол қарлығашқа не істеді? Дракон рассердился, потому что ласточка разбила сосуд с кровью и порвал ласточке хвостик. Айдахардың жыны келгені, ол қарлығаш өйткені қан құйылғанды сындырып жіберді. Және ол Айдахар қарлығаштың құйрығынан ұстап қалмақшы болды. Кто вам понравился в сказке, а кто нет? Почему? Осы ертегіде сендерге кім ұнады және кім ұнамады? Не себепті? Мне в сказке понравилась ласточка. Маған ертегіде қарлығаш ұнады. Потому что она сберегла младенцу жизнь. Ол өйткені баланың өмірін сақтап қалды. Не понравились дракон и комар. Маған ұнамағаны Айдахар мен маса. Выпишите из текста выделенное словодействие. Мәтіннің ішіне қарамен жазылған сөздерді жазып алыңдар. Яғни және іс-әрекетті білдіретін сөздерді теріп жазып шығыңдар дейді. Яғни бізде мәтіннің ішінде қарамен жазылған сөздер, выделенное словодействие, іс-әрекетті білдіретін сөздер построила, постела, потерял, послал, взял, разбила, порвал. Енді сендерге айтып жатыр.
осы жерден ертегінің ішінен сендерге бір сұрақ қойыңдар өздерің деп жатыр, құрастырыңдар деп. Яғни, кто спас младенца, баланы кім құтқарды, что разбила ласточка, қарлығаш нені сындырып алды, что порвал дракон, айдаһар нені тартып алды. Прочитайте на странице 171 информацию о ласточке. 171 беттегі қарлығаш туралы деректерді оқыңдар деп жатыр, иә. Что вы узнали, расскажите одноклассникам, және не үйренгендеріңді сендер сыныптастарыңа айтыңдар деп жатыр. Ласточка – небольшая перелетная птица. Ее легко отличить по хвосту. Ласточка очень хорошо летает, живет рядом с человеком, устраивает гнездо под крышей дома. Питается мухами, кузнечиками, маленькими жучками. В сентябре улетает на юг, в апреле возвращается. Упражнение номер 3. Үшінші тапсырма. Найди лишнее слово. Объясни свой выбор. Мына жердегі бізде артық сөздерді табу керек. Ласточка, сорока, дракон, ворона. Яғни бірінші қатардағы біздегі ол мыналардың ешқайсысына ұқсамайтын сөз дракон, айдаһар. Так, найди лишнее слово, объясни свой выбор. Ал екінші қатардағы біздегі бір-біріне ұқсамайтын сөздер, яғни пчела, комар, ласточка, муха. Яғни бұл жерде бізде ласточка, бұл жерде артық. На какие вопросы отвечаете это слово? Бұл сөздер қандай сұраққа жауап береді? Яғни бұл сөздер біздерге барлығының жаны болғаннан кейін кім деген сұраққа жауап береді. Расскажите, кто что делает. Мына мәтінге қарап, кім не істеп жатқанын айтыңдар деп жатыр. Дракон потерял силу, айдаһар өзінің күшін жоғалтты. Ласточка построила гнездо рядом с людьми. Қарлығаш адамдардың үйінің қасына өзінің ұясын салды. Ласточка бросилась за комаром. Қарлығаш масаның артынан қуа жөнелді. Дракон разрывает хвост ласточка. Осы уақытта айдаһар қарлығаштың құйрығын жұлып алады. Содан кейін оның құйрығы айыр болып қалған. Упражнение номер 5. 5-ші тапсырма. Прочитайте самостоятельно сказку «Почему у ласточки хвост рожками». Перескажите ее. Өз еріктеріңізбен осы ертегіні оқып, түсінік айтып береміз. Упражнение номер 6. 6-шы тапсырма. Яғни мына сөздерді біз табуымыз керек. Бұның жауабы, яғни сказка